Менің керемет үй отбасыма бүкіл планетада сәлем жолдаймын. Мен Лондоннан Куала-Лумпурға 14, 15, 16, 17 сағаттық рейстен кейін Куала-Лумпур халықаралық әуежайынан үйіме жаңа ғана кірдім. Және Джордж есімді Эмirates экипажы бар бірінші дәрежелі кабинада таңғалдым. Бізге жақсы көңіл бөлгеніңіз үшін рахмет, Джордж. Мен мұны бағалаймын. Ол енді Кнеттің абсолютті патшасы болады. Сонымен қатар, балалар, сәрсенбіде шығатын бұл бейне өте қызықты. Өйткені мен жалғыз Дато Шри Виджай Ишванның туған күнін тойлаудан жаңа ғана оралдым. Сондықтан, біз бәріміз Лондонға Дато Шриді таң қалдыру үшін және оның жаңа жылға кіруіне көмектесу үшін, оған ең керемет туған күн кешін өткізу үшін ұшып кеттік. Дұрыс, оның туған күні туралы және оның жасын айтпайық. Мен осы сәрсенбіде Дато Шри Виджайға құрмет көрсету үшін арнайы бейне түсіргім келеді. Өйткені мен сіздердің көпшілігіңіз оны жылдар бойы күлтік деңгейде көргеніңізге, көпшілігіңіз оны клиптерден естігеніңізге, немесе Викон сахнасында алыстан көргеніңізге сенемін. Сіз бұл адамды шынымен танымайсыз. Мен Дато Шри Виджайды туылғаннан бері білу мәртебесі мен құрметіне ие болдым. Өйткені көпшілігіңіз мұны білмейсіз. Бірақ менің анам, жаратқан ие оның жанын жарылқасын. Ал әкем, жаратқан ие оның жанын жарылқасын. Екеуі де Дато Шри Виджая мектебінің мұғалімдері болды. Олар оған ағылшын тілі мен математикадан сабақ берді. Сондықтан, егер ол бүгін сахнада тамаша өнер көрсетіп, қарым-қатынас жасай алатын болса, және қаржылық жағынан табысты бизнесі болса, бұл менің анам, мен әкемнің және әрине, оның анасы мен әкесінің арқасында. Мен Дато Шри Виджайды өмір бойы білемін. Мен бұл адамның басқа ұлттан бүгінгі күнге айналғанын көрдім. Бәрі жақсы, біз оны сүйіспеншілікпен Виджай Ясваран немесе Виджай Ясваран деп атаймыз. Ал балалар кәсіпкерлік жолын бастаған адамдар көп. Және желілік маркетинг ұйымын құрған адамдар көп. Бірақ біздің негізін қалаушыларымыз Датта Шри мен Жапа мұны бастамауға шешім қабылдады. Бұл бас жоспар болады. 1998 жылы, яғни 8 қыркүйекте, олар өздерінің қарамағындағыларға берген уәдесін орындаудан және Кнет деп аталатын ұйымды құрудан басқа амалы қалмайтын жағдайға тап болды. Бүгін олардың қарамағындағылар желілік маркетинг деп аталатын осы әдемі нәрсе арқылы табыс табуды және қаржылық жағынан еркін болуды жалғастыра алатынына көз жеткізу үшін біз алғаш рет 1998 жылы Дейтас компаниясын құрған кезде ол ұйымды философияға, тұжырымдамаларға негіздеді. Дұрыс, сату жоспарынан бастап, өнім мен көшбасшылықты дамытуға дейін. Бұл бүкіл желілік маркетинг индустриясында бұрын соңды болмаған нәрсе. Бірақ бәрі бізге 2 жылдан артық өмір сүрмейтінімізді айтты. Біз 6 айдан артық өмір сүрмейміз. Сіздің компанияңыз жақын арада жойылады. Және біз бүгін біздің 20 жылдық мерейтойымыз деп айтқан кезде олардың қателескенін дәлелдедік. Ал бүгін туған күн апталығында мен барлығыңызға еске салғым келеді. Немесе, ең болмағанда, одан алған сабақтарымды сіздермен бөліскім келеді. Мен бүгін Жапада Дато Шри Виджай үшін жаһандық ұйым құру арқылы дәл осылай істеп жатырмын. Жарайды, мен бүгін сіздермен бөліскім келетін бірінші нәрсе. Біз, сіз сияқты, мен сияқты, өмір жолымызды жиі шағымданып өтеміз. Мен бұрын Дато Шриге үнемі шағымданатынмын. Қол астындағыларыңа шағымданыңдар, үкіметке шағымданыңдар, жағымсыз ақпарат құралдарына шағымданыңдар, желілік маркетингтегі бәсекелестікке шағымданыңдар. Бәрі менің күткеніме сай емес деп шағымданыңдар. Және ол маған Мохандас Карамчанд Гандидің немесе Гандиджидің сөзін келтіре отырып, үйреткен сабағы Патман, адамдарды өзгертуге тырысуды доғар. Әлемді өзгертуге тырысуды доғар. Егер сіз шынымен де адамдарды және жалпы әлемді өзгерткіңіз келсе, айналаңызда қандай да бір өзгеріс жасағыңыз келсе, оны сіңіріңіз. Бұл құндылықтар жүйесі менің бойымда бар. Айналаңызда көргіңіз келетін өзгеріс болыңыз.
сол өзгеріске айнал, сол рухта жүре бер, айтқаныңа сай өмір сүр. Уәделеріңді орында. Егер сен адамдарды ренжіткің келмесе, оларды ренжітпеуің керек. Адамдарды өзгертудің, айналаңды өзгертудің жалғыз жолы. Үлгі болу, үлгі көрсету. Гандиджи, Дато Шри Виджай, Жапа сияқты әңгіме жүргізу. Тарих бойындағы көптеген басқа адамдар сияқты. Олар көргісі келетін өзгерістерден басқа ештеңе істеудің қажеті жоқ. Мен Дато Шриден алған бұл сабақ мен үшін, әсіресе біздің салада, көп нәрсені білдіреді. Адамдарға презентация жасауды айтпаңыз, бірақ өзіңіз бастаңыз. Бар күшіңді салу керек деп айтудың қажеті жоқ. Бар күшіңді сал. Сонда бұл туралы қауесет бәріне жетеді. Және адамдар сенеді. Сондықтан айналаңда көргің келетін өзгеріс бол. Бәрі жақсы ма? Әрі қарай. Дато Шри Виджай маған айтқандай, бір ғана махаббат болуы мүмкін. Мен онымен жиі отырып, еркек пен әйелдің махаббаты, ана мен баланың махаббаты және осының бәрі туралы дауласатынмын. Ал Дейтус махаббаттың өзі бейтарап екенін айтады. Қарым-қатынас химиясы, қарым-қатынас динамикасы күйеуіне, әйеліне, ағасы, әпкесі, анасы, ұлы немесе қызы, әкесі немесе жақын достары. Бірақ махаббат ұғымы тек сөзсіз болуы мүмкін. Датта Шри маған үйреткендей, шексіз махаббат туралы айтудың қажеті жоқ. Ол маған махаббаттың тек шартсыз болуы мүмкін екенін үйретті. Егер сен оны тыңдауға, анаңды тыңдауға маған көп уақыт қажет болған нәрсені шынымен үйренсең, онда сүюдің өзің қалағаныңнан да көп нәрсені беру екенін түсінесің. Бұл ауырғанша уайымдауды, содан кейін одан да көп уайымдауды білдіреді. Себебі сіз басқа біреуге қандай махаббат күшін беріп жатқаныңызды және оны қаншалықты қалайтынын білмейсіз. Сондықтан махаббат тек сөзсіз болуы мүмкін. Сіз махаббаттың кез келген түріне шарт қойған сәтте, Дато Шри Виджай маған үйреткендей, бұл енді махаббат емес. Содан кейін ол маған құнды сабақ берді. Ұйымыңызды құрған кезде, жүйелерді қолданған кезде, белгілі бір стратегияларды қарастырған кезде, жоғары қарай зигзаг қадамдарын жасаңыз. Төмен, солға, оңға, 5000 BV, 3000 BV, қандай стратегия болса да, ұйымдарыңызды қандайда бір математикалық формула негізінде құрмаңыз. Ұйымыңызды қағаз бетіне жазылған формула негізінде жасамаңыз. Ол маған бір алтын ережені үйретті. Егер сіз барынша патша және барынша патшайым болғыңыз келсе, шексіз желі адамы болғыңыз келсе, қаржылық жағынан еркін миллионер болғыңыз келсе, ақш доллары жарайды. Осы желілік маркетинг индустриясында Кнет деп аталатын осы тамаша компанияда тек бір нәрсеге назар аударыңыз: адамдарды дамыту. Тек адамдарды тәрбиелеуге көңіл бөліңіз. Және бұл бір нәрсе. Ол мені осыдан 20 жыл бұрын маскүнем етіп әкелген. Ал бүгін мені сенің бастығың және сенің бастығын еткен сол гроссмейстер. Мен оның мұны жүздеген мың адамдармен жасағанын көрдім. Дато Шри Виджайдың өмірдегі мантрасы: сен компания құрмайсың. Сен өз ұйымыңды емес, адамдарды құрып жатырсың. Ал сен адамдарды белгілі бір деңгейге көтергенде, бар күш-қуатыңды, сүйіспеншілігіңді, құмарлығыңды сол адамды жасауға жұмсасаң, ол адам сенгісіз болып қалады. Солай емес пе? Және мұраңызды ұзақ жылдар бойы сақтаңыз. Сондықтан адамдарды жасаңыз. Не болса да, адамдарды жасаңыз. Содан кейін мен оған әрқашан сіздің барлық мәселелеріңізді жеткіземін. Сіз кешіккен барлық мәселелер. Есімде, бір күні доктор Шри арнасында мен оған желіде көптеген мәселелер бар екенін айтқан болатынмын. Мен сендердің де олармен бетпе-бет келгендеріңді білемін. Мен мұны бір жаққа қойып, сіз тап болып жатқан мәселелерді елемеуге тырыспаймын. Дато Шри Виджай қайта тұр деп аталатын аңызға айналған модуль жасады. Мен одан алған бұл сабақ тек желіге ғана емес, өмірімнің барлық салаларына қатысты. Бұл дүние мен өмірдің өзі сені құлатуы мүмкін. Бұған кепілдік беріледі. Жер шарында өмір жолынан сүрінбей өткен, біреу оны ренжітетін немесе сіздің армандарыңызды орындауға кедергі келтіретін бірдеңе айтпайтын. Өмір жолын басынан өткерген бірде бір адам жоқ. Немесе оларды бөгеп тастаңыз, немесе олар көтерілгенде, немесе құлап, қайта құлаған кезде жойыңыз. Әр адамның өмірінде бір нәрсені құлату болды. Бәрі жақсы ма? Және Дато Шри Виджаяның хабары бүгінде бүкіл желіде, бүкіл әлемде резонанс тудыратын үш сөз, бір ғана сөз: қайта тұр.
Сізге тек екі нәрсені шешу керек. Не жатып қаласың, не қайта тұрасың. Ал егер сен жатып қалсаң, өз армандары туралы айтатын әлемдегі адамдардың 95% төгілген сүті үшін жылап, егер мен мұны істесем, мен мұны істесем деп жылайтын сияқтысың. Сонымен қатар, адамдардың 5% күніне 200 рет құлатылады. Бұл өте ауыр, бірақ олар қайта тұрады. Егер Датто Шри Виджай маған берген бір ғана сабақ болса, ол қайта тұру керек. Егер сені құлатса, қайта тұр. Бәрі жақсы ма? Саған не болса да, осы 3 сөзді есте сақта, қайта тұр. Мұның бәрін есте сақтау керек. Балалар, бәрі жақсы ма? Және бұл сабақ өте керемет. Содан кейін Датоши Виджай маған командада жұмыс істеуді үйретті. Солай емес пе? Бүгін бәрің кішкентай командаларға, үлкен командаларға жатасыңдар. Сіз көшбасшысыз, сіз ықсіз, сіз кеңесшісіз, біз серіктеспіз. Ал қарым-қатынасты басқару бұл команда құруға бағытталған толық уақытты жұмыс. Және ол маған бүгін үйреткен бір ережені мен күн сайын қолданамын. Достарыммен, жеке өмірімде ағаларыммен, отбасыммен, жақындарыммен қарым-қатынаста сіз әрқашан жанжалға түспес бұрын текетіреске баруыңыз керек. Ол жанжалға ұласып, содан кейін қарым-қатынас үзілмейінше бәрін жасырмаңыз. Жүрегіңде бірдеңе болса, бұл туралы айт. Мұны парыз сезімімен айт. Сүйіспеншілікпен айт. Әдемі нәрсенің түпкі мақсатымен айт. Сондықтан қақтығысқа түспес бұрын текетіреске кірісіңіз. Бұл ол қолданатын қарым-қатынасты басқарудың негізгі ережесі. Өйткені Датто Шри сізге кез келген уақытта қарсы тұруға дайын. Бірақ ол ашуланғандықтан емес, ол сізді жақсы көретіндіктен. Қақтығыс алдындағы текетірес бұл керемет хабар. Тәлімгерді табыңыз. Мен бүгін Виджай Ишван сияқты тәлімгерді табу бақытына ие болғанымды айту үшін осы бейнені түсіріп жатырмын. Сізді бірінші орынға қоятын және сізден ешқашан бас тартпайтын тәлімгер. Қанша қиналсаң да, ол сені ешқашан тастамайды. Ол сенен ешқашан бас тартпайды. Бірақ өмір бойы сен тәлімгер іздеуің керек. Мүмкін бүгін сенің өміріңде Датто Шри жоқ шығар. Өйткені ол бұрынғыдай қолжетімді емес. Бірақ ол әлі де өзінің бейнелері, туған арқылы, хабарламалары арқылы тәлімгер бола алады. Бірақ өзіңе тәлімгер тап. Датто Шри маған мынаны айтты. Өмір бойы сен түпкі мақсатыңа жете алмайсың. Егер сен тәлімгерді қабылдамасаң және оған мойынсұнбасаң, сен нағыз патша немесе патшайым бола алмайсың. Мен бүгін сәрсенбіде ең үлкен тәлімгер Датто Шри Виджай Ишинді табу бақытына ие болғанымды айтқым келетін хабарлама жібергенімді мақтан тұтамын. Ақырында 7-ші тармақ бас жоспар. Оның еркінсіз ештеңе болмайды. Мен сендерге айтуым керек. 22 жасында Даттоның үшіншісінің оның еркінсіз бір шөп пышағы орнынан қозғала алмайтыны туралы айтқанын тыңдағанда, бәрі өздігінен болатын бас жоспарға бағыныңыз. Бұл тостаған алға артқа қозғалса да, бұл оның қалауымен ғана мүмкін болады. Мен, Құдайым, бұл қандай да бір ақылсыздық деп ойладым. Бәрі есінен танып қалады. Мен оны қабылдай алмаймын. Бірақ мен бүгін бас жоспарға бағыну философиясын ұстанамын. Сол бас жоспарды қабыл ал. Сіздің бас жоспарыңызда қателіктер жоқ. Қандай жағдай болмасын, бас жоспарыңызды ұстаныңыз. Сонда сіздің сапарыңыз тамаша саяхат болады. Жарайсыңдар, балалар. Айналаңызда көргіңіз келетін өзгерістер болыңдар. Бәрі жақсы ма? Шексіз сүйіспеншілік адамдардың өсуіне және жақсаруына көмектеседі. Жарай ма? Жанжалға түспес бұрын оған қарсы тұру керек. Жарай ма? Тәлімгер тауып, бас жоспарды ұстаныңыз. Мен жай ғана көріп келімізден оның туған күніне арналған аптада алған ең маңызды 7 сабағымды айтып отырмын. Мен оған жалғыз Датто Шри Виджай Ишваранға құрмет көрсетемін. Мен бұл хабарламаны сәрсенбідегі жүрегімнің музыкасы атты әнмен аяқтаймын. Бұл менің доктор Шри Виджайға деген құрметім. Өйткені ол маған жүгіруді үйретті, ұшуды үйретті, жоғары деңгейдегі тиімді басшы болуды үйретті. Ол маған сенің өміріңдегі ең жақсы адам болу үшін бүгін білетінімнің бәрін үйретті. Сондықтан доктор Шри Виджай, егер сіз бұл бейнені көріп отырсаңыз, мен сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Алла разы болсын. Мен сені қатты жақсы көремін. Менің өмірімде пайда болғаныңыз үшін рахмет. Біздің өмірімізде пайда болғаныңыз үшін және бізден ешқашан бас тартпағаныңыз үшін рахмет. Мен сені жақсы көремін. Туған күнің құтты болсын. Бұл жалғыз Датто Шри Виджай Ишваран.
Оған мен үшін не алғаныңды айт. Ол менің жанымда. Мен сені жақсы көремін. Асықпаудың қажеті жоқ. Кетудің қажеті жоқ. Мен түннің әуенін естимін. Бұл менің жүрегімнің әуені.